Табиғатта көптеген дыбыстар бар. Бұл дыбыстарды біз құлағымызбен естиміз. Табиғи дыбыс көздері табиғатта өздігінен пайда болады. Олар адам жасамаған дыбыстар болып саналады. Біз бүгін табиғи дыбыстарды зерттейміз. Құстар табиғи дыбыс шығаратын тірі ағзалар. Олар бір-бірімен дыбыс арқылы байланысады. Құстардың дауысы әр түрлі болады. Бұл дыбыстар табиғаттың бір бөлігі. Біз оларды жиі естиміз. Орманда құстар әдемі сайрайды. Бұл дыбыс ауа арқылы таралады. Дыбыс толқын түрінде қозғалады. Ауа дыбысты жеткізеді. Сондықтан біз алыстан да дыбысты ести аламыз. Жел соққанда ағаштар қозғалады. Жапырақтар сылдырлайды. Бұл да табиғи дыбысқа жатады. Жел табиғат құбылысы. Ол дыбыс шығаруға әсер етеді. Өзен суы ағып жатады. Су қозғалғанда дыбыс пайда болады. Бұл дыбыс табиғи дыбыс деп аталады. Су тіршілік көзі. Оның дыбысы тыныштандырады. Жаңбыр жауған кезде тамшылар түседі. Тамшылар жерге тигенде дыбыс шығады. Бұл табиғи дыбыс болып табылады. Жаңбыр табиғат құбылысы. Ол бізге пайдалы. Найзағай кезінде жарық пайда болады. Одан кейін күн күркірейді. Күн күркіреуі қатты табиғи дыбыс. Бұл дыбыс бұлттардың соқтығысуынан пайда болады. Табиғатта осындай күшті дыбыстар болады. Орманда жануарлар жүреді. Олар қозғалғанда дыбыс шығарады. Мысалы, бұтақтар сынады. Бұл табиғи дыбыстарға жатады. Жануарлар да дыбыс көзі болып табылады. Ит үреді. Бұл оның дауысы. Ит дыбыс арқылы белгі береді. Бұл да табиғи дыбысқа жатады. Себебі оны тірі ағза шығарады. Мысық мияулайды. Бұл оның қарым-қатынас тәсілі. Мысықта дыбыс шығарады. Бұл табиғи дыбыс болып саналады. Жануарлар бір-бірін осылай түсінеді. Аралар ұшады және ызыңдайды. Бұл дыбыс олардың қанатынан шығады. Ұсақ жәндіктер де дыбыс шығара алады. Бұл да табиғи дыбысқа жатады. Табиғатта әр түрлі дыбыстар бар. Теңізде толқындар қозғалады. Олар жағаға соғылады. Осы кезде дыбыс пайда болады. Бұл табиғи орта дыбысы. Су дыбысы табиғаттың бөлігі. Тауда дыбыс жаңғырық береді. Дыбыс қайта оралады. Бұл құбылыс жаңғырық деп аталады. Дыбыс қатты затқа соғылып қайтады. Бұл табиғаттағы қызықты құбылыс. Адам дыбысты тыңдай алады. Құлақ дыбысты қабылдайды. Біз табиғат дыбыстарын естиміз. Тыңдау маңызды әрекет. Ол бізге ақпарат береді. Құлақ дыбысты қабылдайтын мүше. Дыбыс алдымен құлаққа келеді. Содан кейін миға беріледі. Ми дыбысты түсінеді. Осылайша біз естиміз. Тыныш табиғатта дыбыстар анық естіледі. Артық шу болмайды. Бұл бізге жақсы әсер етеді. Табиғи дыбыстар пайдалы. Олар тыныштандырады. Табиғи және жасанды дыбыстар бар. Табиғи дыбыстар табиғатта пайда болады. Жасанды дыбыстарды адам жасайды. Мысалы, көлік дыбысы. Екеуінің айырмашылығы бар. Табиғатта көптеген дыбыстар бірге естіледі. Құстар, жел, су дыбыстары қосылады. Бұл табиғи дыбыс ортасын құрайды. Ол өте әдемі болады. Біз оны тыңдай аламыз. Бала табиғатты тыңдап тұр. Ол дыбыстарды ажыратады. Бұл үйренудің бір жолы. Табиғатты бақылау маңызды. Ол білім береді. Табиғи дыбыс көздері табиғатта кездеседі. Оларға жануарлар, су, жел жатады. Бұл дыбыстар өздігінен пайда болады. Олар бізге пайдалы. Табиғатты тыңдау қызықты әрі маңызды. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз.